Құрметті менің көрермендерім, менің каналыма тіркелушілер, барлықтарыңызға сәлем. Мен бүгін сіздермен зертханалық және практикалық жұмыстарды ұйымдастырудағы модификацияланған физика кабинетінің мүмкіндіктерін көрсетуге арналған сабағымды бастаймын. Сіздердің алдарыңызда Абай облысы Аягөз қаласы қалалық көпбейінді қазақ мектеп гимназиясының физика және информатика пәндерінің мұғалімі Күнусова Меруерт Орынғалиевна. Енді біз бүгінгі сабағымызда сіздермен Вернер Go Direct датчиктары туралы айтамыз. Вернер Go Direct датчиктары бұл заманауи білім берудегі цифрлық зертханаларға STEM бағытындағы зерттеулер жасауға, инновациялық шешімдер жасауға арналған таптырмас тиімді құрал. Бұл Вернер компаниясы туралы қысқаша тоқталып кететін болсақ, компания ғылыми зерттеулерді жеңілдету мақсатында осындай өте оқушыларға, қазіргі заманауи мектептердің оқушыларына қолжетімді және тиімді құралдарды шығарған компания. Және бұл Вернер компаниясының өнімдері дүниежүзілік таңдау қатарында, яғни оны дүниежүзіндегі миллиондаған мектептер мен университеттерде қолданады. Сондай-ақ бұл Вернер компаниясының STEM саласындағы тәжірибесі 40 жылдан астам уақытта өздерінің өнімдерін ұсынып жүрген үлкен компания. Енді келесі осы Go Direct технологиясының артықшылары қандай? Go Direct технологиясының сенсорлары бұлар сымсыз байланыс арқылы, яғни Bluetooth арқылы датчиктардан мәліметтерді алып, тәжірибелер жасау барысында бірден ол алынған мәліметтерді арнайы Graphical Analysis программасына жіберіп, сол жерде дайын графиктар тұрғызуға арналған өте тиімді құралдар. Және бұл құралдар әмбебап болып саналады. Датчиктар себебі әмбебап дейтініміз, себебі бір ғана датчиктің өзін біз бірнеше ғылым саласында қолданаламыз. Мысалы, биология саласында, химия, физика деген сияқты түрлі салаларда қолданаламыз. Және бұл датчиктардың тағы бір тиімділігі, бір рет қуаттандырып алғаннан кейін бұлар ұзақ уақыт үздіксіз жұмыс істеуге қабілетті. Сондай-ақ бұл датчиктарды пайдалануда ешқандай да арнайы интерфейстің қажеті жоқ. Бізге тек қана қолжетімді Graphical Analysis программасын қолдану жеткілікті. Енді осы Graphical Analysis программасына тоқтала кететін болсақ, яғни бұл программа қолжетімді, тегін және деректерді бірден визуализациялауға өте тиімді, яғни датчиктардан алынған мәліметті бірден экранға шығарып отырады. Және бұл программаның көмегімен біз жан-жақты талдау функцияларын қолдана аламыз. Қазір ол туралы сіздерге толығырақ тоқталып өтетін боламын. Мысалы, қазір бізге экранда осы Graphical Analysis программасының интерфейсі көрсетілген. Бұнда ең бірінші алғашқы орнатқаннан кейін программаны сіздерге мынандай Help Tool, яғни турға көмек береді, яғни программаның детальдарымен, интерфейсімен таныстырады. Мысалы, бірінші бұл жерде біз Help Tool дейді, яғни көмек, программаның қандай мүмкіндіктер бар, бір жағдайда қателесіп, немесе қиындық туған жағдайда қандай көмек ала аламыз. Екінші, бұл жерде бізде меню файлы, яғни менюдің ішінен файлды сақтауға, атын өзгертуге, сақтау орнын көрсетуге, тағы басқа әрекеттер жасай аламыз. Келесі, бізде начать измерение, яғни бұл ең басты осы программаның бізге қажетті ең басты бөлігі, яғни осы арқылы біз датчиктардан алынған мәліметтерді программаға қабылдап енгізе аламыз. Келесі, настройки просмотра дейді, яғни бұл жерде біз тек қана график емес, программаның интерфейсіне тек қана график емес, сондай-ақ біз графикке қосымша бір емес, бірнеше график, қазір бізде мысалы дәл қазір ең алғашқы ашылған бетте бір графикқа арналған осьтерді көріп отырсақ, біз енді экранға бір емес, бірнеше графиктарды бірден шығара аламыз, бірнеше шамалардың графиктарын. Және сонымен қатар осы графиктарға салынған мәліметтерді көрсететін кестені де ала аламыз экранда. Келесі, басқа да опциялар дейді, яғни басқа да не істеуге болады бұл программаның ішінде, қандай мүмкіндіктер бар. Тағы сол сияқты осылай Y және X осьтерінің қалай шкалаларға бөлінгені, немесе олар нені білдіреді деген сияқты тағы да қосымша мәліметтерді біз ала аламыз. Енді осы программаның көмегімен қазір біз алдағы келесі сабақтарымызда біз сіздермен
осы программаны қолданып қалай өлшемдер жасап жаңағы графиктер тұрғыза аламыз және оларды қандай мақсатта қолдана аламыз, сол туралы айтатын боламыз. Енді жалпы бұл Вернер Go датчиктарының жаңағы заманауи білім берудегі рөлі бұл жаңағы нақты деректермен жұмыс, яғни нақты реальный уақыт дейміз ғой, яғни реал уақыттың барысындағы алынған деректермен жұмыс және балалардың STEM дағдыларын дамытуға үлкен мүмкіндік береді және әрине ғылымға деген қызығушылықты арттырады. Енді сөзімді қорытындай келе, Вернер жалпы сапа мен дәлдіктің кепілі деп айта аламын және білім берудің жаңа бір деңгейіне көтерілуге мүмкіндік деп айтар едім. Енді алдағы сіздермен келесі менің видеоларымда осы Вернер датчиктарының физикадағы мүмкіндіктерін қалай пайдалануға болады және физикадағы мүмкіндіктерді пайдалана отырып біз динамика мен кинематикада, электр тізбектерін талдауда және термодинамикалық процестерде қандай зертханалық жұмыстарды жасай аламыз және қандай демонстрациялық тәжірибелер көрсете аламыз. Сол туралы айтатын боламыз. Менің каналыма тіркеліп қарап жүріңіздер.